Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз мектеп алды даярлықтың заманауи әдістемелері пәні бойынша мектеп алды даярлық білім беру бағдарламасы тақырыбындағы лекциямызды бастаймыз. Тақырып көлемінде білім беру үдерісінің негізгі бағыттары, балаларды тәрбиелеу және оқыту үдерісін ұйымдастыру жұмыстарының түрлері мен әдістері және балаларды тәрбиелеу мен оқыту мазмұны сөз болады. Мектеп алды даярлық бұл білім беру бағдарламасына республикамыздағы 30 пилоттық мектеп аясында саралаудан өткен әдістемелік ұсынымдар және бағдарламалар болды. Мектеп алды даярлық білім беру бағдарламасының негізгі бөлігі болып табылатындықтан, бұл да тәрбиелік, дамытушылық, оқыту міндеттерінің бірлігін қамтамасыз етуді және балаларды мектепте оқуға дайындау мәселелері қарастырылды. Әдістемелік ұсынымдарда балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, денсаулық, қатынас, таным, шығармашылық, әлеуметтік орта білім беру салаларын кіріктіру арқылы сабақтарда өз бетінше әрекетте, режимдік сәттерде, ата-аналармен жұмыс істеуде, білім беру үдерісінің негізгі бағыттары бойынша бағдарлама мазмұнын іске асырудың түрлері мен әдістері ашылған. Денсаулық білім беру саласында денсаулық және дене бітімі, қозғала білу және сенімділік, ынтымақтастық және басқару, шығармашылық қабілеттер бөлімдері қамтылған. Мұнда балалардың денсаулығын нығайту бойынша қимыл белсенділігінің түрлері мен әдістері берілген. Қатынас білім беру саласында тыңдалым және айтылым, оқылым және жазылым бөлімдері арқылы байланыстырып сөйлеуді дамыту, белсенді сөздік қорды байыту және тілдің дыбыстық мәдениетін қалыптастырудың жолдары мен құралдары қарастырылған. Таным білім беру саласы танымдық зерттеу әрекеттерін қалыптастырады. Құрастыру, шығармашылық қиялдау мен логикалық ойлау дағдыларын дамытатын, заттар мен құбылыстар туралы табиғатты тануға деген алғашқы түсініктерді орнықтырады. Өзін табиғаттың бір бөлігі ретінде тани отырып, қоршаған әлемге деген дұрыс қарым-қатынасын қалыптастыру әдістері мен тәсілдерін ашып көрсетеді. Шығармашылық білім беру саласында баланың бойында эмоциялық, сезімдік саланы дамыту үшін шығармашылық қабілет, ойлау мен қиялдауды қалыптастыру, өзінің ішкі әлемін көркем түрде жеткізе беруге талпынысы, көркем музыкалық әрекет арқылы әлеміне баулу және балалардың көркем әдебиетінің, көркем әрекетінің алуан түрлерін өзара кіріктіру жөнінде ұсынымдар беріледі. Әлеуметтік орта білім беру саласында әлеуметтік ортада бейімделе білуге, өз халқына, отанына деген сүйіспеншілік сезімін, төзімділікті қалыптастыруға, рухани адамгершілік қасиеттерді дамыту жөніндегі ұсынымдар қарастырылған. Әрбір білім беру саласында күтілетін нәтижелер бағдарламаның оқу мақсаттарының жүйесі арқылы берілген. Әдістемелік ұсынымдарда мектеп алды даярлық сыныбында педагогтың қалауымен ауыстыруға болатын сабақтарды бөлу үлгісі анықталған. Барлық іс-шаралар мен сабақтар болашақ бірінші сынып оқушысын оқытуды ғана қарастырып қоймайды. Сондай-ақ олардың белсенділігін, дербестігін, шығармашылық қабілеттерін, танымдық қызығушылықтарын, құрбы-құрдастары және ересек балалармен қарым-қатынас жасау біліктерін дамытумен ерекшеленеді. Балаларды тәрбиелеу және оқыту үдерісін ұйымдастыру жұмыстарының түрлері мен әдістері қатарында педагог күнделікті өз іс-әрекетінде баланың жеке тәжірибесін жинақтауға, тереңдетуге, жүйелеуге мүмкіндік беретін, іс-қимылдардың жаңа тәсілдерін меңгертетін, байланыс пен тәуелділіктің арақатынасын сезінетін сабақтарды ұйымдастыру тәсілін өзі анықтайды. Балаларды оқыту қызықты, проблемалық ойын түрінде болуы тиіс. Бала субъективті тұрғыдан өзінің дербестігі мен шығармашылығының үнемі өсуін қамтамасыз етуі қажет. Білім беру үдерісі балалардың еркін әрекеттері, ересектер мен балалардың бірлескен іс-әрекеттерінің тең арақатынасы негізінде құрылады. Ересектер серіктес қатысушы ретінде балалардың іс-әрекет мазмұнына және түр түсіне деген қызығушылығына сүйене отырып,
психологиялық тұрғыдан мәжбүрлеусіз оқуға тартылады. Біз білім беру үдерісінің негізін қалайтын тәсілдер қатарында тұлғалық мәні бар іс-әрекеттерді ұйымдастыру, материалды бекіту тұтастығы, білім беру үдерісін ұйымдастырудың жүйелілігі, кіріктіру негізінде заманауи педагогикалық технологияларды қолдану, нақты бейнелер, тәжірибелік мысалдар арқылы материалды зерделеу әдістерін атаймыз. Жұмбақ, ребус, кроссворд шешу, шығармашылықпен және еркін сурет салу, қарапайым есептер құрастыру сияқты тәсілдерді қолдану оқытудың қолжетімді әрі сапалы етуін қарастырады. Оны танымдық және қызықты сабаққа айналдырады. Сабақтағы ахуалды қуанышпен, жылы шыраймен, ыстық ықыласпен толықтыру, баланың жетістіктері мен сәтсіздіктерін бөлісу, баланы әрқашан атымен атау, оның қызығушылықтары мен қажеттіліктерін сезіну, әрекеттерін бағыттап отыру, бастамалары мен шығармашылығын ынталандырып отыру ерекше маңызға ие. Балалар тәрбиелеу мен оқыту мазмұны бұл мектеп жасына дейінгі балалардың болашақта мектепте оқуға деген қызығушылықтарын танытудан бастайды. Болашақтағы мектепте оқу мектеп алды даярлық сыныптарында ерекше бейімділікті қажет етеді. Мектепке деген қызығушылық, ересектермен қарым-қатынас жасау, мұғаліммен жүздесу, оқушылармен бірге жұмыс істеу, мектепке бару, мектеп тақырыбында мазмұнды рөлдік ойындар ойнау және табиғи жолдар арқылы дамиды. Ең бастысы, балалардың дамып келе жатқан қызығушылықтарын өз жетістіктерінің ұлғай түсуін сезінумен, жаңалықты меңгеруімен және танымды қажеттілікпен байланыстыра отырып, жаңа әлеуметтік ұстанымдарға, яғни оқушы болғым келеді ұстанымымен ұштастыру керек. Педагог балалардың зейіні мен есте сақтауында дамытуға талпынады. Қарапайым өзін-өзі бақылау, өз әрекетін өз бетінше реттеу қабілеттерін ашады. Аталған қабілеттердің қалыптасуына балалардан нысандарды бірнеше белгілері бойынша салыстыру, қателерді іздеу, есте сақтау, жалпы ережені қолдану, әрекеттерді шарттарға сәйкес орындау талап ететін алуан түрлі ойындар көмектеседі. Мұндай ойындар баламен немесе мектеп жасына дейінгі ересек балалармен күнделікті ұйымдастырылады. Мектеп жасына дейінгі балаларды толыққанды жағдайда дамыту, ол үшін оның өзге құрбы құрдастарымен және ересектермен мазмұнды қарым-қатынас жасауға бейімдеу қажет. Педагог әр баламен қарым-қатынас жасау практикасын түрлендіруге тырысады. Қарым-қатынас пен ынтымақтастық жағдайын қалыптастыра отырып, ол балаға сенімділік, мейірімділік пен сыйластық танытады. Сонымен қатар, педагог баланы жаңа білікке, әрекет тәсіліне үйрету кезінде тәжірибені тікелей бере алады. Тәрбиеші балалардың әрекетіне тең құқылы қатысушы болған жағдайда тең серіктес атанады. Педагог балаларға мәселені шешу үшін арнайы көмек сұрап жүгінгенде, балалардың ересектердің жіберген қателерін жөндегенде, кеңес бергенде, ересек қамқоршылы қызметін көрсетеді. 6 жастағы балалардың өзіндік сана сезімнің мазмұнды көрсеткіші бұл өзіне және басқаларға құнды қарым-қатынасы болып табылады. Өзінің болашақ ықтимал бейнесі туралы оң түсінігі алғаш рет оның кейбір өз кемшіліктеріне сын тұрғысынан қарауына, ересектердің көмегімен оларды түзетуге талпыныс жасағанда қалыптаса бастайды. Дегенмен, мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлқы оның өзі туралы ойымен, өзінің қандай болу керектігі туралы түсініктерімен өзара қатынаста болады. Баланың айналадағы әрекеттерді оң сипатта қабылдауы өзінің тікелей меніне, іс-әрекеттер жетістігіне, достаса білу қабілетіне,
өзара әрекеттесу барысында олардың жағымды тани білуіне байланысты. Мектеп жасына дейінгі бала өзара әрекеттесу барысында сыртқы дүниемен, жеке адаммен белсенді әрекетке түседі. Оны таниды, сондай-ақ өзін де тануға ынталанады. Бала өзін-өзі тану арқылы өзі туралы және өзін қоршаған әлем туралы белгілі бір білімдер жиынтығына ие болады. Өзін-өзі тану тәжірибесі құрбы-құрдастарының арасындағы жағымсыз қарым-қатынастар мен кикілжің жағдайларды жеңу қабілеттері мектеп жасына дейінгі балалардың қалыптасуының алғы шарттарын құрайды. Өзінің мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін тани білу қоршаған адамдардың құндылықтарын түсінуге әкеледі. 6-7 жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту олардың дене, ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық дамуына, денсаулықтарын нығайтуға, сондай-ақ білім, білік және дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Үлгілік оқу жоспарына сәйкес мектеп алды даярлық сыныптарында ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің көлемі аптасына 24 сағатты құрайды. Оның ішінде 4 сағат вариативтік бөлімге беріледі. Осы жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту бағдарламасының мазмұнын меңгеру, білім беру саласын кіріктіру және заттық кеңістік дамытушы ортаны қамтамасыз ету арқылы іске асатындығын ұмытпаған жөн. Бұл кезеңдегі баланың белгілі бір қабілеттерін, белгілі бір белсенділігін, тануға деген құштарлығын ашуда, оған түрліше көзқарастарын, өзін-өзі бағалай білуіне деген ынтасын ашуда вариативтік бөлімдердің маңыздылығы жоғары. Сондықтан да балаларды мектеп алды даярлыққа даярлауда оларменен қарым-қатынасқа түсу маңыздылығы да өте жоғары екендігін естен шығармаған жөн. Бұл кеңес педагогтарға емес, сонымен қатар ересек ата-аналарға немесе өзге де айналасындағы баланың қамқоршыларына арналған десек те болады. Мектеп алды даярлықта балаларды тәрбиелеу мен оқыту бағдарламаларының мазмұны негізінен білім беру салаларын кіріктіруге бағытталған деп те атай аламыз. Бұл кезеңде арнайы мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламаларының негізін құрайтын бірнеше кіріктірілген тақырыптар ұсынылған. Осы тақырыптар негізінде білім беру салаларының өзара байланысы, олардың балаға деген танымын, балаға деген көзқарасын, олардың шығармашылығын дамытуға бағытталғандығы бұл ақиқат нәрсе.